رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала баршамыздың алыстан жақынға келген қадамдарымызды сауаптан жазып, дәрежелерімізді өсіріп, Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттағандай отырысымызды берекелді, пайдалы, хайырлы білім мәжілісіне болды нәсіп етсін иншалла. Баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал етуімізді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін иншалла. Құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағалаға мақтаулар болсын, адамзаттың асыл тажы пайғамбарымызға салауаттар болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман. Осындай бір тыныш заманда өзіміздің елімізде ешкімге тәуелді емес жерімізде Алланың жақсы көретін мешітінде бас қосып отырмыз. Альхамдулилля. Осы асыл дініміз, құрметті бауырлар, осы мешітімізде айтылып жатыр, айтылады да. Бұл Алла субхана ва тағаланың осы жер бетіне қойған заңдылығы Құран Кәрим қияметке шейін болатын заң кітап. Сол Құран Кәрімді көтеріп жүрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөздерін естіп жүрген адамды мұсылман деп айтылады. Мұсылман адамдар. Осы жер әлемінде 7 миллиардқа жуық адам болса, соның ішінде 3 миллиардқа жуығы мұсылмандар жарымы. Сол мұсылмандардың іштерінде, құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала біздерді білім алатын мұсылмандардың етті. Аллаға шүкір. Міне өзіміз білімде отырмыз, Алланың жақсы көретін мешітінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мен сіздерге екі нәрсе қалдырдым, осы екеуімен жүріңіздер, адаспайсыздар. Сол біріншісі Құран, екіншісі хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін бүгін иншалла бір хадисін өтуге тырысайық. Бауырлар, бізде қазақта сөз бар: мұсылмансың ба десе, Аллаға шүкір мұсылманмын, альхамдулилля мұсылманмын. Қашаннан бері мұсылмансың десе, не деп айтады? Әл-Мисақтан бері мұсылманмын. Әл-Мисақ деген біздің денеміз жоқ кезде жанымыз бар еді. Алла субхана ва тағала бүткіл жанды бірінші жаратты, әлем жоқ, еш нәрсе жоқ ол кезде. Сол кезде Алла тағала Құран Кәрімде айтады: аласту раббукум қалу бәлә. Мен сендердің жаратушы ретінде мені қабылдайсыңдар ма дегенде, бәріміз: Алла, біз сенің құлыңбыз, сен біздің Раббымсың деп бүткіл жандарымыз сол жерде исламды қабылдады. Аллаға шүкір бауырлар, сол Әл-Мисақтағы біздің иманымыз жалғасып кете салды. Әл-Мисақтағы сол мұсылмандығымыз осы өмірге келген кезде ол жалғасын тауып кетті. Бізге ол нәрсе Аллаға шүкір қиын болған жоқ. Себебі бұл иманға келген басқа дін өкілдерінен көрген кезде ойланып тұрасыз. Көңілдері босап, көздерінде жас, басқа дін өкілдері. Бауырлар, сол иманымыз Аллаға шүкір бізде бар. Бұл жайында пайғамбар хадисі бар: Алла тағала дүние нығметін сүйген құлда да, сүймегенге де береді. Бірақ иман байлығын Алла тағала тек қана сүйген құлына ғана береді. Алла кімді жақсы көрген болса, соған осы байлықты берілді. Алла субхана ва тағала бермегенін тартып ала алмайды ешкім. Алла егер бермесе, оны ешкім ала алмайды, сатып ала алмайсың. Жақында бір имам бауырымыз, Алла рахматын алсын, бауырымыз шахид болды иншалла. Ақшам намазда кетті. Дәл сол өлімді ешкім сатып ала алмайды. Миллиардер болып кетсең де, оны сатып ала алмайсың. Алла субхана ва тағала сол құлына сол өлімді қалады, ол кісі солай намаздың үстінде кетті. Міне Алла субхана ва тағала бізге осы иманды қалады. Алла тағала біздерге альхамдулилля иманды мұсылманбыз. Бауырлар, осы иман бізде бар. Енді хадисімізге өтсек, Анас ибн Маликтен жеткен хадис, пайғамбарымыз айтады: саласу ман кунна фихи важада халаватл иман. Анас ибн Малик айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге былай деп айтқан еді: кімнің бойында мынандай 3 сипат болатын болса, ол адам иманның ләззатын татады. Ләззатын. Бауырлар, машинемізде кондиционер бар. Бар ғой машинелерімізде. Бірақ анау өзінің сулары бар құятын, фриор деп айтамыз. Соны құймасаңыз, кондиционеріңіз пайдаланамайсыз. Аты ғана болып тұра береді, машинені қараса кондиционер бар. Бірақ пайдаланамайсыз оны, рахатын көре алмайсың. Сол сияқты пайғамбар айтып жатыр: иман бар сендерде, мына 3 сипат болмайынша иманның рахатын көрмейсіңдер, ләззат татпайсың сен. Жай иманды болып жүре бересің, көпшіліктің бірі болып. Ал кімнің бойында осы 3 сипат болатын болса, онда жаңағыда кондиционерді қосып қойып, рахаттанып жүрген адамдар секілді сіз де рахатын көре бастайсыз. Ненің рахатын? Иман байлығының ләззатын сезесіз. Пайғамбар айтып жатыр: саласу ман кунна фихи важада халаватл иман. Кімнің бойында мынадай 3 сипат болатын болса, иман деген нығметтің ләззатын, оның рахатын көре бастайды дейді. Біріншісі: айякун Аллаху расулаху ахабба илайхи бимма сивахума. Алла пайғамбар
бүткіл жаратылыстан, бүткіл болмыстан артық көру. Алланы және пайғамбарды бүткіл нәрседен артық көру керек. Бұл біріншісі. Бауырлар, енді Алла субхана ва тағаланы біз жақсы көреміз. Сол Аллаға деген махаббатымыз бізді мешітке алып келді. Аллаға деген махаббатымыз кеше құрбан айтты, ақшамызды қиып Құдай үшін деп қойымызды алып құрбандық шалынды. Сол Аллаға деген махаббатымыз биыл Аллаға шүкір қабыл болсын. Жерлестеріміз 3000-ға жуық қажылыққа барып келді бауырларымыз. Уақыты көп болып, ақшасы көп болғаннан барған жоқ ешкім онда. Аллаға деген махаббат оларды апарды сонда, барып қайтты. Биыл барамаған қаншама кісілер, оның ішінде біз де бармыз. Иншалла Алла аман болса келесі жыл барамыз деп ниет етіп отырмыз. Құдай қаласа Алла соңына жеткізсін бәрімізді. Бұл не нәрсе ол? Аллаға деген махаббат ол. Пайғамбарға деген махаббат сол нәрсені сізге итермелеп тұрады. Дәл қазір осы уақытта ешкім уақыт көп болғандықтан отырғанымыз жоқ. Бізді осы жерге Алла Тағаланы жақсы көреміз, Алланың кәламын жақсы көреміз, Расулласын жақсы көреміз, пайғамбарымызды. Және оның сөздерін жақсы көргендіктен ғана біз осы жерге келдік. Бауырлар, демек Алла субхана ва тағаланы жақсы көруді ғұламалар екі топқа бөліп тастайды. Мұсылмандарды. Алла Тағаланы жақсы көрем дегендердің өзі А тобы, Б тобы болып екіге бөлінеді екен. А тобындағылар Алланың 40 парызын ғана орындап жақсы көреді Алланы. Б тобындағылар парызбен қосып, нәфілмен де қосып жақсы көреді. Алланың 5 уақыт намазын ол ешқашан ауырсынбайды. Қосымша намаздарды оқып жүреді. Алланың парыз еткен оразасымен қосымша нәфіл оразаларын ұстап жүреді. Алланың парыз еткен зекетімен қосымша несін беріп жүреді? Садақасын беріп жүреді. Бұлар кімдер? Бұл Б тобындағылар А тобынан да үлкен жоғары. Неге? Аллаға деген махаббат осылай болады. Енді Алланы жақсы көрем деген сөзбен болмайды дейді. Ғұламалар айтады, оны іспен дәлелдейсің сен. Яғни Алла Тағала нені бұйырды, оны орындауың керек. Неден қайтарды, сен қайтуың керек. Алланың қайтарған істерінен қайту керек. Жаңа сөздің басында айтылғандай, бауырлар, шынымен қазір бізде иман бар дедік. Аллаға деген махаббат әлсіз болғандықтан, осы Алла пайғамбар бірінші орында болмағандықтан қазір қоғамда қылмыстың түрі көбейіп кетті. Кеше ғана жақында ғана көрдік, Ұзынағаштағы оқиған. 3 ағайынды бауырымыз қазір қабір әлемінде жатыр. Бір атаның балалары. Олардың осы өмірден өтіп кетуіне кейбір адамдар сондай қылмысқа барды. Оның иманы бар адамдар. Иманы бар адам сол нәрсені істеді. Неге? Себебі мойнында иманы бар, бірақ оның рахатын көрген жоқ адамдар солар. Қылмысқа барды, Құдайдан қорықпастан. Бірақ ол имансыз адам деп айтпаймыз. Иман бар ода, мұсылман адам. Бірақ Алла пайғамбар бірінші орында болмағандықтан ол соған кетіп қалды. Демек бір адамдардың Аллаға деген махаббаты әлсіз болып кейінгі орынға түсіп қалып, ол үшін дүние бірінші орынға шығып кететін болса, ол иманның ләззатын көрмейді дейді пайғамбар айтады. Яғни Аллаға деген махаббаты оны тоқтата алмайды. Неге? Ол үшін Алла бірінші орында болу керек еді. Алланы бірінші орынға қойған адамдар ата-анасын ренжітіп, жылатып, қарттар үйіне апармайды. Соның балалары мұсылман емес деп айта алмайсыз. Қазір қарттар үйіндегі кісілердің балалары кім екен деп сұрастырып, барып танысып іздеп қарасаңыз, мұсылманның балалары. Қазір қоғамда жүр. Қаншама жетім балалар жүр. Тірі жетім. Кім баласы екен деп сұрастырып қарасаң, бір мұсылманның баласы болып шығады. Ол Алланы, пайғамбарды бірінші орынға қоймағандықтан сондай қылмысқа барды. Себебі бойында иман деген ләззат, иман деген бар нығмет. Бірақ рахатын көрмей жатыр, пайғамбар айтып жатыр оны. Ол қашан көреді ол рахатын, иманның? Егер Алла пайғамбар бірінші орынға шыққан кезде. Сол кезде ғана ол іске өтеді. Сол кезде ол түсіне бастайды. Алланың Құранын қолына алып оқып, Алланың ескертпе аяттарын қараған кезде ол адам әке-шешесін ренжітпейді. Құранда аят бар. Сендер ата-аналарыңа уф деген сөз айт. Сөз емес, уф деген ауа шығар аузын. Оны да істемейсіңдер деді. Әкең сөйлеп жатқан кезде уф деп осыны да істемейсіңдер деді. Сөз айтқаның жоқ. Сөз айту, оның көңіліне тиетін жоғары қарап күнәнің үстіне күнә кіріп кете бересің дейді ғұламалар. Сол аяттың тәпсірінде. Және Алланың жанында пайғамбар бар, бауырлар. Расуллаға деген махаббат әлсіз болғандықтан қазіргі қоғамда пайғамбарымыздың бойындағы көптеген сипаттарды қазір қараланып жатыр. Пайғамбардың сақалы болған. Мен кеше жақында батыста болып келдім. Сол жерде сұрап жатырмын, қазір салафит, уахаби бауырларымызды қалай ажыратасыздар десем, сақалдары болады олардың дейді. Балақтары қысқа дейді.
Мен айтып жатырмын, Абай атамыздың да сақалы бар еді ғой деймін. Абай да уахабист па онда? Жоқ дейді. Неге уахабист деп айтпайсыз? Онда сақалы бар болса үндемейді. Кел арғы мен өзім жауабын беріп тастадым оларға. Дұрыс айттыңыздар. Абайдың сақалы ол пайғамбардың сақалы. Қазіргі салафиттердің сақалы ол Мұхаммед ибн Абу Вахабтың сақалы. Оның ар жағында Ибн Таймияның ғана сақалы ол. Ол пайғамбардың сақалы емес. Себебі пайғамбарды бірінші орынға қойған бауырымыз ешқашан ол сақал қойып алып пайғамбарға жат қылықтарды істемейді ешқашан. Пайғамбарға махаббат болмағандықтан пасуна дейді, сүннетпен жүріп жатырмын дейді, бірақ қарасаңыз барып тұрған қоғамда фитна шығып жатыр. Дәл сол бауырларымыздың кесірінен қазір қоғамда небір мәселелер көтеріліп жатыр. Небір проблемалар бар. Бауырлар, пайғамбарға деген махаббаты әлсіз адамдар олар. Солардың бір кітаптарын өткенде қарап отырсам, бүйтіп жазып қойыпты. Уақытысында, әрине, Мұхаммед ибн Абу Вахабтың уақытысында соның жақтастарының бірі былай деп айтады екен. Өздері отырып әңгімелескен кезде айтады екен, қолында біреудің таяғы бар екен, таяқ. Сол айтып жатыр елге. Ақыл айтқаны ғой. Менің мына таяғым дейді, Мұхаммедтен де пайдалы дейді. Неге десеңдер, Мұхаммед өлді, бол жатыр қабірде дейді. Ал менің мына таяғым дейді, бұл таяқпен пайдалы нәрсені келтіре аламын. Қой айдайсың, итті ұрасың, сені тістейін деп жатса. Пайда келтіретін нәрсе ғой бұл дейді, таяқ дейді. Яғни Мұхаммедтен менің таяғым артық деген осындай сөздер айтып қойды. Ананы оқыған кезде субханалла, жүрегім дүрсілдеп кетті. Не нәрсе ол? Демек, пайғамбарға деген махаббат болмаған адам ғана сол сөзді айтады. Пайғамбарды жақсы көрмеген адам ғана мәулітті бидағат деп жатыр. Бірақ адамдардың арасында қылмыс жасау ол бидағат емес екен да, ол сүннет екен ол. Адамдардың қанын ағызу, өлтіру, имамдармен сөзге келіп ерегісу, мына жерге келіп алып. Адамдардың арасында фитна шығару ол сүннет екен да. Ал Расулланың еске алып пайғамбарымызға салават айту не екен? Ол бидағат екен. Мысалы олар айтады, Сайдина деген сөзді қосып айту бидағат дейді. Аллахума солли аля Сайдина Мұхаммад деп айтамыз. Мағынасы, Аллахым біздің мырзамыз болған, біздің көсеміз болған пайғамбарға сенің сәлемің болсын деп айтқан сөзімізді. Сайдина деген біздің көсеміміз деген сөз. Осы көсеміміз деген сөзді қосып айту не деп жатыр олар? Бидағат деп жатыр. Соны не деп айтайық? Үлкен ағаларымыздың атын атайық болғанда, біреуді аға дейміз, қажеке дейміз. Олардың айтып бойынша сонда атын атауымыз керек екен да оның. Оған құрмет қайда оны? Пайғамбар айтады, үлкенде сыйламағандар кішіні ізеттемеңдер, бізден емес деп жатыр Расулалла. Бауырлар, міне пайғамбарды танымағандықтан қоғамда олар көптеген осындай бүлікке кетіп қалды. Ал Алланы, пайғамбарды жақсы көрген адамдар өмірлер мүлдем басқаша. Отбасында берекет бар, жүздерінде нұр бар, жұмысының орнында. Күні кеше естідім, субханалла, бір бауырымыз әйеліне, салафит бауырымыз әрине, әйеліне намаз оқисың деп айтқан, әйелі білмеймін ғой, оқымаймын деп айтқан ба, әлі дайын емеспін деген ба, білмеймін, Аллахым не болған орталарында. Сол бауырымыз әйелін сосын соққыға жыққан. Сен менің әйелім болып тұрады екенсің, мен айтқаным болады осы жерде деп күшке салған да. Соның ар жағында оның дауысын естіп қалған, анасы келіп араласқан. Сол таяқтың бір ұшы анасына тиіп кеткен. Анасын кәдімгі қол көтеріпті жаңа бауырымыз. Күні кеше естіп жатырық. Астағфирулла. Бауырлар, жаңа айтқандай, ол бауырымыз иманды адам, бірақ иман рахатын көріп жатқан жоқ. Пайғамбар ескертіп жатыр. Неге? Ол адам үшін Алла пайғамбар бірінші орында емес демек. Алла пайғамбарды бірінші орынға қойған адам ешқашан ондайға бармайды. Анасына қол көтеріп былай тұрсын, оның көзіне қарап сөйлеуге хақың жоқ сен. Анаң сөйлеп жатқан кезде көзіңе көз түсіп кетуге хақың жоқ. Сен төмен қарап тұруың керек. Неге? Сен перзентсің оның. Перзентсің. Не айтса да, Алла Тағала Құран кәрімде айтқандай, Алла Субхана тағала ата-анамызды Алланың жанына қойып қойған. Аятта Алла Тағала айтады. Аллаға құлшылық жасада ата-анаңа жақсылық істе дейді. Алла өзінің жанына біздің ата-анамызды қойып қойды. Сол ата-анамызды, бауырлар, олардың қызметін жасау біздің міндетіміз екен. Бірақ астағфирулла, Алла сақтасын, анасына қол көтеру деген нәрсе оның оқып жатқан намазы оған пайда бермеді. Мен ол жігітті жақсы танығандығын айтып жатырмын. Танимын ол жігітті. Шынымен кеше ғана Рамазаннан кейін ол жігітпен сөйлескен болатынмын. Ол жігітті қарап отырсам, сақалы бар, кәдімгідей салафит бауырымыз. Бірақ ондай мен кеше естіп едім, әлі жүрегімде тұр сол нәрсе.
Оның кешегі ұстаған оразалары пайда бермеді. Оны тоқтата алмай қалды ана жерде. Неге? Себебі Алла пайғамбар ол үшін бірінші орында емес демек. Ләззатын көріп жатқаны жоқ. Бауырлар, демек мына қоғамдағы көптеген қылмыстың тоқтататын бірақ жолы Алла пайғамбар бірінші орында болу керек. Бірінші орында. Енді махаббат деген қалай түсінеміз? Жақсы көру деген жаңа ғұламалар айтып жатыр, осы аяттың, хадистің шархында Алла нені бұйырса соны істеу, неден қайтарса одан қайту. Пайғамбарға да жаңағыдай А тобы, Б тобы секілді екі топқа бөлінеді екен мұсылмандар. Пайғамбар жақсы көретіндер бар екен, яғни пайғамбар нені қайтарды, одан қайтып жүретіндер. Нені бұйырды пайғамбар, соны істеп жүре береді. Екінші топталар одан да жоғары бұлардың дәрежесі. Пайғамбарымыздың айтқан сөздерін орындауымен бірге, және пайғамбарға деген махаббаты шексіз болып, пайғамбарға көп салауат етеді, Расуланы көп ойлайды. Пайғамбарымыз саллаллаху әрбір бойындағы ақлақтанғысы келеді. Пайғамбар қалай жүрді көшеде, қоғамда қалай өзін ұстады, отбасында әйелдердің арасында қандай болды, соның бәрін бойына сіңіруге әрекет етіп, сонымен әдеттене бастайды дейді. Абай атамыз айтады ғой, болмасаң да ұқсақ бақ. Дәл сондай болмасаң да болуға тырыс деп жатыр. Міне бұл екінші топтағылар бірінші топтан да дәрежесі жоғары болады. Пайғамбарға деген махаббаты олардікі жоғары болады. Дәл сол адамдар мынау иманның ләззатын көреді дейді. Иманның рахатын көреді. Неге? Жаңадай қиын қыспақ заман болғанда, отбасында проблема болып қалған кезде, сен сол кезде иманыңмен шығып кетесің ондай жерден. Иманың сені ұстап қалады. Бір қылмысқа барайын деп жатқан кезде сен тоқтап қаласың. Ашуың келген кезде сабырлы боласың. Жоқ болса қанағат етесің. Мейірімді боласың. Басшыға бойын сынасың. Жетімді жылатпайсың, жесірді жылатпайсың. Неге? Сен Алла пайғамбар бірінші орында ғой сенде. Алла субханала тағала Құран кәрімде соны айтып жатыр. Жәннаттағы қауымды көбісін қарайтын болсақ, көпшілігі сол өте осы өмірде көп нәрсеге мұқтаж болған адамдар еді дейді пайғамбар. Әлеуметтік жағдайы жағынан болсын, басқа жағынан болсын, мұқтаж адамдар көп болды деді. Көпшілік жағын жәннатта солар алып қояды деді. Демек ол адамдар Алла пайғамбар бірінші орында болғандықтан, мына өмір олар үшін бір уақытша екендігін осылай жүрді. Бауырлар, мына өмірді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай келтіреді. Бір адам сапарда келе жатқан болса, сөйтіп бір талдың түбіне демалды дейді. Көлеңкісіне. Кішкене демалып алайын деп. Сөйтіп қайтып жүріп кетті дейді. Сол тоқтап тынығып алған жері пайғамбар осы өмір деп айтқан. Қазір тоқтаған жерімізге біз мәңгі тұратындай үй соғып жатырмыз. Мәңгі тұратындай сол жерде қалып кеткіміз келеді. Бірақ пайғамбар айтты, жоқ, сен ұзақ сапардан келдің, әлі сенің жүретін сапарың әлі ұзақ мына жаққа қарай. Сен тоқтап кеткен жерің өмірің осы жер ғана, талдың астында. Өте қысқа дейді. Бауырлар, Алла пайғамбарды бірінші орынға қойған адамдар мына өмірдің қандай екендігін сезінеді екен. Бұл өмір уақытша өмір. Қазақта сөз бар, адам өлді деп айтпайды, адам қайтыс болды деп айтады. Адам қайтады. Бәріміз қайтамыз ертең. Ит өледі, жылқы өледі, адам өлді деп айтпайды, адам қайтыс болады. Себебі адамның жанын, жындардың жанын, періштелердің жанын Алла мәңгіге жаратқан. Олар ешқашан қайтыс болмайды. Ал мына дене уақытша келген, Алланың берген аманат денесі қайтарылады жерге, рухың ешқашан өлмейді ол. Рухың. Сол қысқа өмірді Алланы пайғамбарды бірінші орынға қойған адамдар бұл өмірді екінші орын деп есептейді. Екінші орында. Әрбір нәрсені хаққысын беріп жұмыс істеу керек, әрине, жұмыс істеу керек. Біздің дініміз жалқаулыққа ешқашан қолдамайды. Қарсы, мұсылман адам жұмыс істеу керек. Бірақ жұмыс істеу керек екен ғой деп көрінгеннен ақша табу емес. Жаңағыдай қылмысқа барып, біреулерді боздатып, жылатып кетіп, ақшасын тартып алу емес, Құдай сақтасын. Халал жұмыс істе, адал жұмыс істе, 1 теңге, 10 теңге тапсаң да, сен соны Алла берекетін берсе саған жетеді. Артылады саған иншалла. Әңгіме бұл жерде санда емес, берекетінде болып тұр. Демек, Алла пайғамбарды бірінші орынға қойған отбасыларды, мұсылмандарды қарасақ, альхамдулилля, мына қысқа ғұмырда құлшылығын жасап, отбасына қарап, адал жұмысын істеп, осылай жүр. Алла пайғамбарды бірінші орынға қоймаған адамдарды қарасақ, осы өмірдің өзінде көптеген қасіретке ұшырап жатыр. Уақытысында сол балаларым менің көзімнің қарашығындай деп жүрген адамдар, сол балалары оларды қиып, қартайын апарып тастап жатыр.
Неге олар үшін балалар бірінші орында еді уақытысында? Кішкене намазға, сәждеге жығылмайсыз ба? Кішкене жұмаға келіп, кішкене насихат тыңдамайсыз ба десе, ой, маған ерте әлі деп жүрген адамдар еді солар. Жұмыс, бала-шаға, басқа деп жүрді, дұрыс істеу керек. Бірақ орнымен. Алла пайғамбар бірінші орында бірақ. Себебі ғұламалар айтып жатыр, Алла пайғамбарды бірінші орынға қойған адаммен, Алла мен пайғамбарды бірінші орынға қоймаған адамның өмірі екі түрлі болады дейді. Алла пайғамбарды бірінші орынға қойған адаммен, Алла пайғамбар бірінші орынға қоймаған адам екеуі ата-анасын екі түрлі сыйлайды екен. Ата-анасын хаққысын беріп сыйлайтындар, Алла пайғамбарды сыйлап жақсы көретін адамдар олар. Бала-шағасында, отбасында берекет болып жатқандар осылар дейді. Көршісімен жақсы тұрып жатқандар да осылар. Елін, жерін қорғап жатқандар да осылар. Басшыға бойынсынып жатқандар да мыналар. Күнә істеместен Құдайдан қорғап жүргендер де мыналар. Ал мыналар, бұлар да иманды адамдар, бірақ бұлар осы өмірдің өзінде көптеген қасіретке ұшырап жатыр. Неге? Себебі Алла пайғамбардың ескертпе аяттарын, хадистеріне тоқтаған жоқ олар. Олар үшін екінші орынға есептелінді, әлі оған қараймын, уақыт жоқ қазір менде. Сәт келеді мен, сол кезде бастайым деп жүретін еді олар. Алла сол күнге жеткізсін ол кісілерді, бірақ олар ұтылып жатыр. Ұтылып жатыр, құрметті бауырлар. Алла пайғамбарды бірінші орынға қойған адамдардың балалары салафит болып жатқан жоқ. Олардың балалары түрмеде отырған жоқ. Ондай кісілердің баласы да Сирияға кеткен жоқ. Болмайды да иншалла. Алла пайғамбарды бірінші орынға қоймаған кісілердің балалары Сирияға кетті. Солардың балалары қазір түрмеде отыр. Солардың балалары қылмыс жасап жатыр. Солардың балалары көптеген опасыздық жасап жатыр. Дін жағынан алып қарасаңыз да, мына жағынан алып қарасаңыз да, мыналар ұтылып жатыр. Осы өмірдің өзінде. Ал келесі өмірімізді Алла кешірсін бәрімізді. Келесі өмірімізді. Демек, Пайғамбар айтты хадисінде, кімнің бойында мынада үш сипат болса, не деп айтты Расулалла? Хадисте иманның ләззатын көресіңдер деді. Біріншісі не екен? Алла пайғамбар сізде бірінші орында тұру керек. Құран кәрімде Алла тағала ерлі зайыптыларды ақд деп айтқан, бір-біріне берген уәделер, серттері деп айтқан, махаббат деп айтпаған. Бізде махаббат деген термин қолданамыз. Екі жастың арасында махаббат қой енді. Махаббат не істетпейді деген сияқты. Жоқ, махаббат Аллаға пайғамбарға қойылған термин бұл. Ол соған айтылатын сөз ол. Ал ерлі зайыптылардың арасындағы сыйластық, келісім шарт, бір-біріне берілген уәде деп айтылады. Ақд деп айтқан Құран кәрімде. Сол үшін сол махаббат қазір нәқа ауысып кететін болса, қазір қоғамда көптеген отбасылардың ойраны шығып жатыр. Неге? Аллаға деген махаббатын әйеліне қойып қойып жатыр. Әйелі одан беттер бойынсынбай, одан қашып жатыр одан. Ол арқасынан қуып жатыр оны. Тыңдасайшы деп, ол тыңдағысы келмейді. Неге? Махаббаттың орны ауысып кетті себебі. Ол махаббат Аллаға пайғамбарға болғанда, ол әйел оның артынан жүгіріп жүретін еді. Біздің басшымыз аман болсын, сіздің арқаңыз болсын бәрі, әуелі Алла сіздің арқаңыз. Сіз аман болыңыз деп жүреді мыналар сол кезде. Егер сіз махаббат Аллаға, неге? Пайғамбарға болса. Егер балаларға болып кетсе де, балалар жаңағыдай не бір қылмысқа кіріп кетіп жатыр. Алла пайғамбарға қойған кезде Алла тағала сіздің балаларыңызды салихалы қылады. Балаларыңызды. Дүниеге беріліп кетсең, дүниеңде сенен қашып, не бір қарызға кіріп жатасың. Алла пайғамбарға қойған кезде дүние сенің артынан жүгіріп жүреді. Дүние. Міне осы нәрсе екен. Екіншісі, екіншісі бір адаммен Құдай үшін дос болу. Бауырлар, біз бір-бірімізбен араласайық, бір-бірімізбен жақсы мәміледе болайық, бірақ не үшін? Кім үшін? Алла үшін. Бізді қазір біріктірген бірақ нәрсе, Аллаға деген махаббат менде бар, сізде де бар. Пайғамбарды мен жақсы көремін, сіз де жақсы көресіз. Қажекең жақсы көргенде мен де қажекең жақсы көремін. Бізді біріктіріп жатқан бірақ нәрсе, біздің қазір жасымыз, нелеміз әртүрлі болғанымен, бірақ біздің мақсатымыз бір ғой. Неге? Біз сол үшін біз бір-бірімізді не істеуіміз керек екен? Алла үшін жақсы көру керек. Мансап үшін емес, байлық үшін емес, біреу басшы болғандықтан емес, біреу осындай болғандықтан емес. Жоқ, біз бір-бірімізді жақсы көрейік Алла үшін. Алла үшін болған кезде, бауырлар, ол иманымыздың ләззатын көреді екенбіз. Кейде шынымен біреулер айтып жатыр. Шынымен өткелі бір бауырым айтады, шынымен бауыр екіге бөлінеді екен дейді. Өзіңнің туған бауырың дін бауыры болып екіге бөлінеді дейді біреулер айтады. Кейде мынау дін бауырың өзіңнің туған бауырың істей алмаған нәрсені де істеп беріп жатыр мыналар дейді. Мынау табылатын орында табыла алмай қалады да, мыналар табылып қалып жатыр орында дейді. Пайғамбар соны айтты. Иманның ләззатын татасыңдар.
Құдай үшін дос болу. Алла үшін дос болған кезде, бауырлар, иншалла ертең біз жәннатқа кірген кезде біз бір-бірімізге алғыс айтамыз иншалла. Бауырым, саған Алла разы болсын, рахмет саған. Сен білгеніңді маған айтып жүрдің, мен саған айтып жүрдім. Мен саған қарап өзімнің бойымдағы кемшілігімді түзеп жүрдім қажетіне қарап. Деген сияқты біз бір-бірімізге алғыс айтады екенбіз жәннатта. Кірейін деп жатқан кезде. Сол кезде Алла Тағала айтады аятта. Алла Тағала сендердің бәріңе разы болды, кіріңдер жәннатқа. Екінші бір қауым бар, Құдай сақтасын, енді Алла сақтасын. Олар бір-біріне лағнет етеді екен, лағнет. Сенімен дос болған күнім құрып кетсін. Қаяқтан да мен сенімен дос болдым уақытысында. Сенімен қалай ғана мен таныстым сол жерде. Себебі бұлар бір-біріне жаманшылыққа сүйреген адамдар. Нәпсін құмарлыққа жетелеген адамдар еді бұлар. Соның арқасында ертең ана жаққа барған кезде минустары көбейіп кеткенде, амал дәптерін қараса, күнәсі көбейіп кеткен. Енді баратын жер белгілі болды да, бұлар бір-бірінің жағасын жыртады дейді сол жерде. Алла Тағала аятта. Бір-біріне лағнет етеді дейді. Алла Тағала екеуіне де лағнет етеді. Екеуіне лағнет болсын, жоғалыңдар. Деген сияқты періште олар жоғалтып не? Тозаққа лақтырады дейді. Алла сақтасын. Сол үшін бауырлар, пайғамбар айтады, достың ең жақсысы сен оны көрген кезде ақырет есіңе салатын дос дейді. Достың ең жақсысы. Бір бауырыңды көрген кезде намаз есіңе түседі. Мына кісі намаз кетіп бара жатқан шығар мүмкін. Бір кісіні көрген кезде, машалла, мына кісі Құран жаттап жүрген өткенде. Деген сияқты Құран есіңе түсу керек те. Пайғамбар соны айтты. Достың ең жақсысы ақыретті еске салатын дос. Бауырлар, біздер шынымен бір-бірімізбен байланысқан кезде Құдай үшін байланысу керек. Алла үшін байланыс. Көмектессең, Құдай үшін көмектес. Себебі мынау, ғұламалар айтады, досың сені көмекке шақырса мұқтаждығына. Сен сол кезде үйіңнен шығайын деп жатқан кезде, анау самолет ұшатын кезде жүрегіне полосаға түседі де бір тоқтайды ғой. Одан кейін барып ұшып кетеді, екпіндеп. Сол сияқты үйіңнен шығайын деп жатқан кезде тоқта сен дейді. Қайда кетіп баратсың? Досыма кетіп баратсың. Не үшін кетіп баратсың? Осындай көмектесті. Демек мен Алла үшін көмектесем оған қазір. Мен ол бауырыммен Алла үшін дос болған адаммын деп ниетіңді турлап енді шығып кет дейді. Сол бауырың үйінде азаннан кешке шейін қанша уақытың кетіп келсе де сенікі Алла үшін болады. Сенің сол уақытың бәрі не болды? Садақа болды. Пайғамбар айтады, кім мұсылман бауырының көмегінде болса, Алла Тағала оның көмегінде болады. Яғни кім мұсылман бауырының мұқтаждығын өтесе, Алла оның мұқтажын өтеп қояды дейді пайғамбар айтады. Енді Алла үшін деген сөз, бауырлар, өміріңнің соңына шейін жүрегіңде ұстап тұруың керек. Бірақ ертең сен оған көмектессің, уақыт сағат келіп, ол да саған келген кезде, сен ол саған көмектесе алмай қалса, сен айтпауың керек. Осыдан 20 жыл алдын есіңде ме? Қаскелеңде жүрдім ғой мен де. Сен сол кезде келгенін ғой алды ма? Мен саған сол кезде көмектескен едім ғой деп оны айтпаңыз. Үйтіп айтатын болсаңыз, онда Құран кәрімде екінші аят бар. Уала тубтилу аъмалакум дейді. Сендер өздеріңіз істеген амалдарыңды жойып жүрмесіңдерші дейді. Қалай жойылады ол? Міндет қылу арқылы жойылады. Өзіңнің істеген амалыңды сен Құдай үшін істемегенсің демек. Демек, болашақтан сен сол жігіттен бір пайданы көздеп тұрдың. Ол бауырымыз өсетін бала. Ертең бір пайдасы тиіп қалар деп барып жүгіріп алдына шауып қызмет қылып жүрдің. Осылай істесең, онда сен ләззат татпайсың. Пайғамбар айтып жатыр, иманыңның ләззатын сен татпайсың. Иманның ләззатын тату үшін не болу керек? Сен ол бауырыңмен Құдай үшін. Қазақтарда сондай сөздер бар. Шынымен басыңа іс түскен кезде достың досы көрініп қалады сол жерде дейді. Шынымен Алла үшін болған достар ғана сіздің жаныңызда қалады. Ал қалған мансап үшін, сіздің басқа абыройыңыз үшін жүрген адамдардың бәріне өз жолдарын тауып кетеді. Неге? Сіз олар үшін болды, біттіңіз. Сізде былайша айтқанда ешқандай пайда жоқ. Бәлкім олар үшін ертең сіз олармен байланысып, ертең соның басындағы сіздерге анағанда жоқ кетуі мүмкін. Сол үшін телефонын сөндіріп тастап, мүлдем осындай кетіп қалатын адамдар бар. Ондай адамдар Алла үшін емес. Алла үшін болатын адамдар, бауырлар, пайғамбар бізге үйретті ол нәрсені. Мынау хижреттің 8-ші жылы пайғамбар фатх болған болса, 7-ші жылы Расулла умра қажылық жасауға Меккеге барды. Сол Меккеге жақын жерге барып тоқтады. Сөйтіп пайғамбар Османды жіберді, радиаллаху анху, елші ретінде. Бар Құрайыштарға айт, біз жаман ниетпен келгеніміз жоқ, тіпті біздің қаруымыз да жоқ. Біз умра қажылық жасауға келдік деп айтты, Османды жіберді. Кейін артынан хабар естілді, Османды олар қамап тастады. Оның артында естілді, Осман өлтірілді деп естіді хабарды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху сол өздерінің көлеңкелеп отырған талдың астында пайғамбар орнынан тұрып, сахабалар қолдарын ұстап тұрып байғат берді сол жерде. Не деп айтты?
бәріміз Осман үшін тұрамыз осы жерде, Османды құтқарамыз барып. Немесе бәріміз осы жолда халак боламыз деді. Сахабалар, сендер Алла үшін емес пе едіңдер? Я Расулалла деді, біз Алла үшін деді. Алла үшін болса, онда бауырыңды жаманшылыққа қиюға болмайды деді. Пайғамбар орнынан тұрды, сахабалар бәрі орнынан тұрды. Сол жерде бәрі қолдарын ұстап тұр, байғат берген кезде пайғамбар радиаллаху анхум деген аят түскен сол жерде. Алла олардың баршасына разы болды дейді. Сол талдың астында тұрған адамдардың бәріне разы болды. Алла разы болды деген сөз бітті, оларға не емес. Яғни күнәсінің бәрі кешірілді, болды, олар тіке сұрақ жауапсыз жәннатқа кіретін адамдар олар. Бірақ кейін артынша сол белгілі болды, Османды олар жібере салды, пайғамбар осы сөзін ескергеннен кейін. Міне осы Алла үшін бір-біріне тұру дегенді пайғамбар бізге үйретті. Пайғамбар Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйретті. Алла үшін жақсы көру деген жаңағыдай қиыншылықта болсын, қуанышта болсын, жаныңда табылу. Кез келген сәтте. Сол кезде пайғамбар дейді, иманның ләззатын татасыңдар. Шынымен жаның қинап жатқан кезде басыңа кім келсе сен сол бауырыңды шынымен жақсы көресің. Уақытысында сол Мысырда атын айтпай қойын, бір бауырымыз, салафи болып жүрген бауырымыз еді, қазақтың баласы. Сол бауырымыз, мына ішек ауру дейміз ғой, аппендис дейді ғой, соқыршек па? Сондай болып, соқыршек болып қалды сол Мысырда. Сол кезде балдармен естіп, кезек-кезекпен тұрып, балдармен түнде басында тұрып, семеймен ауысып, екі баладан. Сол жігіттің басында көмектестік. Мұсылман ретінде қазақтың баласы, шетелдеміз, бірақ ол кісі салафит, таза салафит. Білеміз ол кісі, ұстанымын білеміз. Жасы да бізде үлкен аға деп сыйлаймыз ол кісіні, сәлем береміз, сәлемін аламыз. Сол кісі сол больницадан шыққаннан кейін сол бауырымыз өзіміздің пайғамбардың сара жолына өтті. Үйінде қонақ қылып, дастархан жайып, біздің бәріміз шақырды. Үйінде отырып көзін жас алып отыр, жаңа кісі. Больницадан шыққаннан кейін. Мен басыма іс түскен кезде белгілі болды кімнің кім екені дейді. Мен сендерді осы күнге шейін ханафиттер, матуридиттер адасқан ғой деп жүруші едім сендер дейді. Сендер туралы мен ұстаздарымнан көп уағыз естіген едім уақытысында. Көп мәселе естіген едім деді. Бірақ қарасам сендер ондай емес екенсіңдер дейді. Шынайы мұсылмандықты маған көрсеттіңдер деді. Сол бауырымыз, сол кішкене амал біз ол қайтса екен, ондай ниет болған жоқ бізде. Біз мұсылмандық ретінде ол кісіні сыйладық. Алла үшін бәрі. Болашақта ол кісіден бірдеңе дәметіп тұрғанымыз жоқ. Мұсылман өзіміздің бауырымыз, қазақтың баласы шетелде осындай больницаға түсіп қалды. Кезекпен балдармен бөлініп, екі баланың түнімен басында тұрады. Суын дайнап береді, дәретін жасап береді түнде. Ол кісі сол төсекте жатады. Сол бауырымыз Аллаға шүкір болды, өзіміздің жолымызға қайтты. Демек, пайғамбар айтты, кімнің бойында 3 сипат болса не деді? Иманның рахатын көресіңдер. Біріншісі не деп айтты? Алла пайғамбарды бүткіл жаратылыстан, болмыстан артық көру. Екіншісі, бір адаммен Алла үшін дос болу. Бір адамды Алла үшін жақсы көру. Бір адамды Алла үшін сыйлау. Дүниесі үшін, мансап үшін емес. Егер бір адамды дүниесі үшін ғана, бастық болғандықтан ғана орнынан қарқып тұрып сәлем беріп болған, оның артынша мансап жоқ адам келген кезде орнына отыра беретін болсаң, пайғамбар айтады, ондай адамның діннің 3-тен 1 бөлігі кетті дейді. Хадис бар сондай. Дүние үшін, мансап үшін біреуді сыйлайтын болсаң сен, ал екінші біреу келді, ондай жоқ оның бойында. Сыйламайсың оған. Келді, орнынан тұрған жоқсың. Бетіңді қоя салдың. Оның алдынан орнынан қарап тұрып барып, жүгіріп барып, екі қолдап, ассалаумағалейкум, аға қалыңыз қалай. Ана келген адамды қарасаң кім ол? Мансабы бар біреу. Немесе ақшасы бар біреу. Дәл сол үшін ғана сыйлайтын болсаңдар, пайғамбар айтады саллаллаху алейхи ва саллям, мына бойыңдағы діннің бар ғой, тақуалық, соның 3-тен 1 бөлік кетті дейді пайғамбар. Сенде 2 бөлік қалды. Алла сақтасын. Алла үшін сыйлаған адам бәріне бірдей қызмет қыл. Жаңа мансабыр адам келген кезде орнынан тұрып сыйлап жатсың ғой, үлкен деп сыйлау керек, дұрыс. Дәл соның артында да мұқтаж адам келіп қалса да орнынан тұрып барып сыйла. Тұрып орын бер оған. Аға келсеңші мына жерге деп. Ол кім, шаруаң болмасын сен. Ақшасы бар ма, жоқ па, велосипедпен келді ма, мешітке жаяу келді ма, машинамен келді ма, сен шаруаң болмасын. Мұсылман бауырың, үлкен адам сенен, жасы үлкен, ол келді, сен оған орын бер. Ғұламалар айтады. Бір үлкен кісіні көріп, сен өзіңнің жүрген жолыңнан даңдайынсың ба дейді. Мына кісіге қарағанда мен машалламын ғой,
Құран жаттап жатырмын, субханалла, күніге Алла Тағала мешітінде сабақтамын, мына кісі сияқты емеспін ғой деп өзіңді көп алып қойма дейді. Ол адамды керісінше маған қарағанда ол кісі намазы көп, оразасы көп маған қарағанда. Себебі сен жасың кішкентай ғой. Саған қарағанда деме бірнеше жыл көп өмір сүрген адам ғой ол. Сондай ғой, маған қарағанда ол кісінің құлшылығы көп қой деп қабылда дейді. Бір кішкентай баланы көріп қалып сен кемсітпе оны дейді. Бұлай тұр деп. Бәлкім бұл баланы маған қарағанда күнәсі жоқ қой деп сыйла оны дейді. Маған қарағанда амал дәптерінде субханалла бұның күнәсі ашық негізі. Бала ғой әлі деп өзінің нәпсін сындырып тастады дейді. Барып, бауырым, сен інімсің ғой менің деп жаныңа тартып кішкене болса да неңді анаған не дейді, көрсет дейді. Неге? Сен өзің оның алдында ешкім емес екеніңді сезіндір дейді. Үлкенге оның құлшылығы көп, кішкентайдың сенің күнәсі аз. Десең, сол не болады? Сен не нағыз сипатта, пайғамбар айтқан сипатқа енеді екенсің. Демек, екінші жол бауырлар, Алла үшін жақсы көріп, үшіншісі аякраха аяуда фил куфри кама аякраха фи қазафат финнар. Бір адамды аяқ қолыңды байлап отқа лақтырғанда жек көргенде күнәға қайтуды. Яғни күфір деген Аллаға қарсы бола сақтайсың. Күнәға қайтуды жек көрмей көруің керек екен. Сол кезде бұл үшінші сипат екен. Үшіншісі не болды? Яғни күнәні жек көру. Күнәні сондай деңгейде жек көр, қазір сен біреу отқа лақтырайын деп жатқан болса, сен қуанып тұрмайсың ғой, қазір мені жақындап қалды, мені қазір лақтырады мен деп қуанып тұрмайсың. Денеңнің бәрі, бүткіл денең не болады? Сезініп жатсың сен. Қазір оттың үстіне түскен кезде не болатынын біліп тұрсың ғой. Дәл сондай деңгейде күнәні істеуді, сондай жек көрген деңгейге жетсең онда не боласың сен дейді? Иманның ләззатын татасың. Енді ғұламалар айтады. Демек, пайғамбар бізге 3 дәрежені белгілеп берді. Сен мына бірінші дәрежені істей алмайынша, Алла пайғамбар бірінші орынға қоймайынша, сен біреумен Алла үшін дос бола алмайсың ешқашан. Мынадан секіріп мынаға өте алмайсың сен. Мына орындалмайынша, мынау да сенде реттелінбейді. Алланы пайғамбар бірінші орынға қойғаннан кейін барып, сен біреуді Алла үшін дос бола аласың онымен. Шынымен басың сияды. Алланы пайғамбар бірінші орынға қойғаннан кейін, біреумен Алла үшін дос болғаннан кейін барып, сен күнәдан тоқтай алатын адам боласың. Кәдімгідей күнәні не істей аласың? Күнәні істеу былай тұрсын, атын естіген кезде сен жүрегің айну керек. Астағфирулла, не нәрсе ол деп. Біреулер арақты қазір рахаттанып, аппетитмен дейміз ғой. Ішіп атқан болса, сен атын естіген кезде сен көңілің айну керек. Сол кезде не болады? Иманның рахатын көресіз дейді. Пайғамбар айтады. Субханака астағфирука атубу илейк. Бауырлар, демек осы пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан 3 сипат бәрімізде болды, нәсіп етсін иншалла. Жаңа айтылғандай, қоғамда иманды адамдар өте көп, бірақ оның рахатын көру керек екен. Ол әркімге нәсіп етіп жатқаны жоқ. Бірақ бізге Расулалла оның жолын үйретіп кетті. Жолын үйретті. Өте қиын нәрсе емес. Сәл нәпсіңізбен күресіп, әрекет етсеңіз, бәрі қолыңызда тұр. Үлкен ақшаны талап етпейді. Үлкен сума да керек емес оған. Бесплатно дейміз ғой. Тегін. Алланың Құранын үйреніңіз. Алланың хадисі осы жерде тегін үйретіліп жатыр сіздерге. Оны үйренгеннен кейін сіз жоғарғы деңгейге қойып аласыз. Одан кейін не? Алла үшін кез келген адаммен дос болып жүре бересіз. Алла үшін болады сіздікі. Ол танисың ба, танымайсың ба, сәлеміңді беріп, сәлеміңді алып. Ал осы нәрсесіне өтпеген бауырларымызды қарап тұрсам, субханалла, бір-бірімен амандаспай жатыр олар қазір. Біз былай мына жақта қалып кеттік біз қазір. Өзара амандаспайтын жағдайға жетті бұлар қазір. Мен қазір қарап жүрмін. Дәл сол Мединедегі жағдайды қазір елге алып келді бұлар. Уақытысында естіген едік. Пайғамбардың мүбәрак қаласын қазір бұлар өте несін бұлғап тастады. Қазір Мекке, Медине деген кезде мұсылмандардың ішінде ол жақта деген не төмендеп кетті қазір. Уақытысында Мекке, Медине деп ат аталған кезде елдің бәрі ғашық болған сол қалаға. Қазір Мекке, Медине десе ондай ғашық жоқ адамдардың ішінде. Неге? Сол бауырларымыздың кесірінен. Уақытында естіген Медине мешітіне кірсен, әр адам өзінің жамағатын іздейді екен. Бір-біріне ұйымайды. Кіресіде бете іздейсіз. Біздің шейхтар қайда тұр? Мына жақта тұр екен. Мына жерде үйіп тұрғандарға ұйымайсың сен. Өтіп барып, сол шеттегі жамағатына үйді екен. Мына жердегі жамағатта сен жамағатына ұйымайды, мына жаққа үйді деп естігенбіз уақытысында. Сол нәрсеге ортаға кіріп келді.
Қазір біздің Қазақстанда жаңа салафи бауырларымыз осы нәрсеге өтіп жатыр, өкінішке орай. Неге? Алла пайғамбарды бірінші орынға қоймаған адамдар. Алла пайғамбарды танымағандықтан қалай жақсы көреді оны? Жақсы көре алмайды да олар. Біреуді жақсы көру үшін сен тануың керек қой оны. Мысалы, бойдағы жігіттерге қазір осындай Атырауда осындай Гүлжан деген бір қыз бар деп атын айтса, сен жақсы көріп қаласың ба сол қызды? Танымайсың ғой сен оны. Жарайды, кім ол деп тұра бересің. Бірақ Гүлжанның сипаттарын бәрін өтіп шыққан кезде сізден, ол текті қыз екен, ол қари қыз екен, қарасақ, бір Қажекеңнің қызы екен, машалла. Деп бәрін сипаттар сіз таныстыңыз. Ең жақсы көресіз деп пайда болды. Махаббат пайда болды. Алла пайғамбарды бұлар жақсы көрмегендіктен, танымағандықтан жақсы көре алмайды. Алланы жақсы көрмегендіктен көптеген осындай опасыздыққа өтіп жатыр, өкінішке орай. Алланы пайғамбар жақсы көрген бауырлар, міне машалла, сәлемімізді түзу бір-бірімізге. Ассаламу алейкум, уалейкум сәлем. Бұл пайғамбардың сүннет жолы осы. Пайғамбар сам айтты: "Афшу салам байнакум", сіздер араларыңызда сәлемді күшейтіңіздер деді. Танығанға да, танымағанға да. Сәлемді күшейту арқылы имандарың күшейеді деді. Иманға келе алмайынша ешкім жәннатқа кірмейді деді. Сөйтті де пайғамбар иманды күшейтетін жол үйретейін ба деген кезде осыны айтты. Я Расулалла, үйретіңіз деген кезде не айтты? Афшу салам байнакум. Араларыңда сәлемді күшейтіңдер. Алланы, пайғамбарды, махаббат бірінші орынға қойған бауырларымыз Аллаға шүкір көріп те жүрміз. Бір-біріміз танымаймыз әйтпесе. Кәдімгідей күлімсіреп, бір туған бауырыңдар секілді жүреміз. Алла разы болсын. Бауырлар, оларға да осы нәрсені шақырамыз. Ол осыған кесе екен деп үміттенеміз, бауырлар. Иманның ләззатын бауырлар Аллаға шүкір қоғамда көріп те келе жатырмыз. Оларға да біз тілейміз, көрсе екен сол нәрсені. Бірақ жаңа айтылғандай, бірақ имансыз деп айта алмайсыз. Иманды оларда. Бірақ осы үш басқышты өте алмағаннан кейін олар көре алмайды. Жаңа сөздің басында айтқандай, машинесінде кондиционер бар, пайдаланылмайды бірақ. Машина фон сияқты тұрады алдында. Қалай қосуды да білмейді. Оны қалай пайдалануды да білмейді, жай аты ғана. Бар ма бар. Сол үшін бауырлар, Алла Тағала естіген білгеніміз амал етуіміз нәсіп етсін баршамызға иншалла. Сол иманымыздың рахатын көруді нәсіп етсін осы өмірде де, келесі өмірде де. Субханака астағфирука ва атубу илейк.